Селкілдек кірпияздың айтқанына қатты таң қалып, өзінің жүрегінде жүрген терең мұңмен бөліседі. Кезінде менде де жылы жанұям болған. Анашымның жазда дайындайтын шабдалы бәлшін сондай сүйсініп жейтін едім. Әжем маған балалық шағыңдағы жанұяңмен татқан тіл ұшындағы дәм әлемдегі ең дәмді тағамдардан да асып түсетін болады. Себебі ол сенің болмысыңның бір бөлшегі, деп жиі айтатын еді. Кешірім сұраймын, Селкілдек, бірақ олар енді қайда? деп сұрайды кірпияз. Ана отырған қос өркештегі таудың артында. Енді неге қайтып оралмайсың? деп сұрады кірпияз. Қалай оралам? Мен ағамен қоласпақ ойнап жүргенде бір бүркіт тырнағына қыстырып алып көкжиекке ұшып әкетті. Бар күшімді салып тебініп қалып едім, Сарымсу өзеніне күмп етіп құлап түстім. Есімді жисам, өзен жағасындағы бөрененің үстінде жатыр екенмін. Қайтып оралуға көз салып едім, өзеннің бер жағында екенмін. Онымен қатар күз жақындап келеді. Өзенді айналып таяқ жеріне дейін барғанша қыс түсіп, өміріме қауіп төнейін деп тұр. Ендігі осы жерде тіршілік жасап, қыс мезгіліне жаңғақ дәндерімді жинап, наурыз келісімен жолға шығармын, деп ауыр күрсінді Селкілдек. Түсінікті, дейді кірпияз. Сенде басқа сұрағың болмаса, менде жұмысым көп еді, маған кету керек, деп Селкілдек қарағайға қайта өрмелеп шығып, көзден ғайып болып кетеді. Шырмауықтармен оралған тар жолмен келе жатқан кірпияздың есіне өзінің жан ұясы қайта-қайта түсіп, атасының айтқан нақыл сөздері құлақтарына жаңғырықтай жаңарып естіле береді. Ас тұрған жерде ауру тұрмайды. Тату үйдің тамағы тәтті. Ошағыңда піскен ожау ас отбасыңмен тойымды, деуші еді атасы. Кірпияздың ойына малынған қабағы көзіне түсіп, ауырлап, басын ішіне бүркіп, күллі әлемде жалғыз қалғандай өзін ащы сезініп, орылып қойған бөтен бірінге кіріп, терең ұйқыға батып кетеді. Таң ата келе, шиқылдаған тышқандардың дауысынан үркіп оянып, тілі аузында күрмеліп, шыға беріске ұмтыла жөнеледі. Қайда кетіп барасың? Сен кімсің? Біздің інге қайдан келдің? деп тышқандар сырағасына ала жөнеледі. Менің атым Кірпияз, кешіріңдерші, байқамай сендердің үңгеріңде түнеп қалыппын, білмей қалдым, деп жауап береді. Жарайды, сен бірақ қазір шықпа, сыртта сұр абжылан аңдып жатыр, жұтып қояды, дейді дірілдеп қара тышқандар.